Әй ұлым, ата-ананы құрметтеудің маңызын біл. Жас шағында ананың көңілі балада болса да, баланың көңілі далада болып тұрады. Себебі уайымсыз, қайғысыз балалық шақ ата-ананың қадірін сездірмейді. Өсіп, өзің балалы болғанда ғана сезінесің. Ағайынның қадірін жалалы болғанда ғана білерсің. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген. Не үшін ата-анамды құрметтеймін деп күпірлікті ойың алма. Олар сен үшін өзін өлімге де қиятын жандар. Ақ жаулығы ананың, ақ көрпесі баланың деген. Әй ұлым, ата-анаңды ренжітпе. Олардың көңіліне қаяу салып қапаландырма. Тәңір мен ата-анаңа алғыс қарғысы бірдей болады. Әке шешеңнің көңілін қалдыратын құрттай іс жасасаң, Құдайдың разылығын алмайсың. Пештің кілті ананың табанының астында деп бекер айтпайды. Мирасқорлық, арсыз ниетпен ата-ананың өлімін тілемегейсің. Солардың мал мүлкі арқылы сен де мал мүлікке ие боласың. Тапқан табысыңды бөлшектеп бөліп, күнделікті тіршіліктеп өз-өзіңді қинама. Біреудің дүниесін пайдаланам деп әуреленбе. Сенен жағдайы жақсырақ адамды күндеме. Малсыздықтан жарлы болсаң да ақылға бай бол. Өйткені малмен бай болғаннан гөрі ақылға бай болу жақсырақ. Наданның жарлы болуы демде. Аңдасаң, ақыл деген бір қымбат нәрсе. Отқа жанбайды, суға батпайды. Қарақшы да ұрлап әкете алмайды. Бір-ақ рет опық жеген адам не үшін қайтадан опық жейді? Себебі қатесінен сабақ алмайды. Нағыз мұсылман адам жыланға денесін екінші рет шаққызбайды деген. Біреудің істеген ісін зая кетірме. Еңбегіне қарай ақысын төле. Жақсылықтың ең алдымен өз жақыныңа істей білуің керек. Үлкенге ізет, құрмет көрсетіп сыйла. Егер ақылсыз, өнерсіз сыйқыңмен жақсы ат, жақсы асқа ие болсаң, оған тоқмейілсіме. Бұл Құдайдың саған жіберген пазылы деп білгейсің. Жай сөзбен айтқанда бұл Құдайдың сенен әлі де үміті болған үшін жіберген нығметі. Сондықтан сол үдеуден шығып ақыл жина, өнер үйрен. Тыңдаудан жалықпа, ізденуден тартынба. Білімсіздігіңді ар көрме. Қарғыстың ең үлкені өзің білме. Білгеннің тілін алма деген. Білмегеніңді сұраған сайын өзіңді өкінішті өмірден құтқарасың. Бұл дүние бір керуен сарай сынды. Бір түн қондың, ертеңіне аттанасың. Себебі сен бір керуен артқан жолаушысың. Керуенге не тиесең, соны сатасың. Не ексең, соны орасың. Не пісірсең, соны жейсің. Қандай сөз сөйлесең, сөзіңе лайықты жауапты да естейсің. Асығыс ашу мен томырық дөрекілікке әдеттенбе. Сынық мінез, сыпайылықтан сырт қалма. Бірақ тіпті мүләйім болма. Мүләйім болсаң жоқ қылып жібереді. Дөрекі болсаң жұртты өзіңнен алыстатып аласың. Ашулы, ызақор болма. Жас адамға тән ашу, бірақ ашу оза пәле шақырады. Соны ұмытпа. Өмірдің жігіт кездегі ләззатын қастерлей білгін. Қартайған соң ол ләззатты іздеп таба алмайсың. Табылса да жігіт шағыңдай болмайды. Жас болсаң да өлімді қаперіңді ұста. Ажал үлкенге де, кішіге де, қартқа да қарамайды. Даналар бүй дейді. Ақылды адам жұртпен бірге жағдайының жақсы болуын армандайды. Ақылсыз адам өз жағдайына да қарамай, азық жинап, малын көбейте беруді көздейді. Егер өз жағдайың жақсы болса, пайдалы істі қолыңа алсаң, барынша әрекет етіп, ол істің үдесінен шық. Қолың алған жұмысты кемеліне келтірмей, үлкен жұмыс талап етпе. Жоғарғы дәрежені талап етемін деп, төменге түсіп қалма. Яғни қолыңа түскен жақсы затты менсінбей, одан артықты талап қылма. Артықша дәме қылсаң, қолдағы бардан айырыласың. Өз тұрмысыңа тәртіпсіздікке жол берме. Дос дұшпаныңа жақсы көрінгің келсе, амал өнеріңді жұртшылыққа көрсете біл. Тірлікті босқа істемегін. Барлық ісіңді тәртіппен алдын ала ойланып істе. Аз ойна, көп ойла. Ойынға ойсыз ғана құмар болады. Ауыр істің салмағы білекке түседі. Ащы әзілдің салмағы жүрекке түседі. Әке насихаты мұнымен аяқталмайды. Жалғасы келесі бөлімде.